Әлем чемпионы және Абай қаласының мақтанышы Аблайхан Жүсіпов. Аблайхан Жүсіпов 1997 жылы 10 қаңтарда Қарағанды облысы Абай қаласында дүниеге келді. Анасы Абай қаласындағы спорт мектебіне 8 жасында Аблайханды Бауыржан Аманбаев жаттықтырушысына бокс секциясына алып келген. Аблайхан Абай Құнанбаев атындағы нөмірі 5-ші қазақ мектеп гимназиясын бітірген, Қарағанды экономикалық университетін тәмамдаған. 2014 жылғы 27 тамыз күні Нанкинде өткен жасөспірімдердің 2-ші жазғы олимпиадалық ойындарында Қазақстан құрамасының қоржынына Аблайхан Жүсіпов алтын медаль әкелді. Аблайханның жеткен жетістіктері жетерлік. 2013 жылы жасөспірімдер арасында Қазақстан Республикасының чемпионы, Азия және әлем чемпионы. 2014 жылғы жастар арасында Қазақстан Республикасының чемпионы, халықаралық турнирдің жеңімпазы. 2014 жылы Азия және әлем чемпионы. 2015 жылы Минск және Жарылғапов турнирлерінің қола жүлдегері. 2016 жылғы Венгрия және Қытайда өткен азиялық іріктеу турнирлерінің жеңімпазы. 2017-2019 жылдары әлем чемпионатының қола жүлдегері. Аблайхан Жүсіпов Қарағанды қаласының Қазақстан чемпионы, Шымкент қаласында Азия чемпионы, Украина Республикасының Киев қаласында жастар арасындағы әлем чемпионы болып табылады. Аблайхан Жүсіпов Бангкок қаласында өткен бокс бойынша жастар арасындағы Азия чемпионатында 60 келі салмақта керемет шеберлігін көрсетті. Азия чемпионы атанып, чемпионаттың үздік боксшы жүлдесіне ие болды. 2021 жылы Белград төрінде ұлттық құраманың капитаны Аблайхан Жүсіпов әлем чемпионатының 3 дүркін қола жүлдегері атанды. Жекпе-жекте ол қазақстандық мектептің, оның ішінде Абай қаласының бокс мектебінің элементтерін көрсете отыра техникалық боксты көрсетті. Бокстан Қазақстан ұлттық құрамасының 26 жастағы капитаны Аблайхан Жүсіпов былтыр кәсіпқой рингке ауысуға шешім қабылдады. Чемпионымыз, жерлесіміз, оқырманымыз Аблайхан Жүсіповтың өмірдегі де, спорттағы да мақсаты Қазақстанның мәртебесін көтеру. Біз Аблайханның жетістіктерімен мақтанамыз және алдағы уақытта үлкен жеңістер тілейміз.